Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі видео дәрумендер, яғни витаминдер жайында болмақ. Жалпы витаминдер біздің ағзамыз өзі жасай алмайтын зат алмасуға ауадай қажет заттар. Витаминдерді біз тамақ арқылы аламыз. Жалпы витаминдерді екіге бөлеміз: суда еритін және майда еритін деп. Суда еритін витаминдерге С дәрумені және В комплексінің 8 витамин жатады, яғни В1, В2, В3, В9, В12 деген секілді. Одан кейін майда еритін витаминдер: бұған А витамині, Д витамині, Е витамині және К витаминдерін жатқызамыз. Білу керек жайт: А, Д, Е, К, яғни майда еритін витаминдер және В12 витаминдері ағзада айтарлықтай мөлшерде қорда жиналып тұрады, яғни бауырда жиналып тұрады. Керек кезде сыртқа қарай қан арқылы шығарылады организмге. Ең бірінші тоқталатын витамин бұл А дәрумені. Жалпы көру, жасушалардың өсуі мен дамуы, терінің және де шырышты қабаттардың денсаулығы үшін қажет. А витаминінің негізгі тағамдық көздеріне балық майы, бауыр, жұмыртқаның сарысы, сары май және де А дәрумені нығайтылған сүт өнімдерін жатқызамыз. Сонымен бірге жасыл жапырақты сары көкөністерде, сәбізде, қою немесе ашық түсті жемістерде кездесетін бета-каротин және басқа да каротиноид провитаминдері А дәруменіне айналады. Әдетте бауыр А дәруменінің 80-90%-ын өзінде сақтайды. А дәруменін пайдалану үшін дене оны қанға жібереді, яғни бауыр керек кезде. Витаминнің синтетикалық аналогтары бар, ретиноидтар. Көбінде дерматологияда көбірек қолданады, яғни ретиноидтар таблетка күйінде немесе жақпа май күйінде қолданылады. А дәрумені жетіспесе, яғни организмге тамақпен жеткілікті мөлшерде түспейтін болса, онда негізгі тапшылығының әсерінен ерте симптомдар түнгі соқырлыққа әкелетін көздің қараңғыға бейімделуінің бұзылуы. Одан бөлек тыныс алу жолдарының, асқазан ішек жолдарының және зәр шығару жолдарының, тері мен шырышты қабаттардың кератинизациясын дамыту мүмкін. Нәтижесінде терінің құрғауы, қабыршақтануы және фолликулярлық қалыңдау, тыныс алу жолдарының инфекциясы дамуы мүмкін. Өз кезегінде иммунитет нашарлайды. Науқас неғұрлым жас болса, А дәрумені тапшылығының салдары соғұрлым ауыр болады. Балаларда көбінде өсудің тежелуі және инфекциялар жиі кездеседі. Ал енді профилактика алдын алу шараларына келетін болсам, рационда қою жасыл жапырақты көкөністер, қою немесе ашық түсті жемістер, мысалға апельсин жемісі болуы мүмкін, және сәбіз, сары көкөністер, кабачка, асқабақ секілді жеміс көкөністерді пайдалану керек. Одан бөлек витаминделген сүт пен жарма, яғни злактар, бауыр, жұмыртқаның сарысы, балықтың майы, яғни пайдалы болып табылады. Бұл витаминдерді көбінде диеталық маймен тұтынған дұрыс, себебі организмге жақсы сіңуі үшін. Себебі бұлар майда еритін витаминдер. Келесі витамин бұл Е витамині. Жасушаларды зақымданудан қорғайтын антиоксидант болып табылады, метаболизм мен иммундық жүйеге қатысады. Е дәрумені жеткіліксіз болған кезде негізгі белгілер гемолитикалық анемия және бесисикалық неврологиялық көріністер пайда болады. Е витаминінің тапшылығы шала туылған нәрестелердегі ретинопатияға, яғни көздің сетчаткасының қабығының зақымдалуына алып келеді. Кейбір жағдайларда жаңа туған нәрестелердегі қарыншашылық қан кетуге ықпал етуі мүмкін. Бұл шала туған нәрестелерде бұлшық ет әлсіздігі пайда болуы мүмкін.